Алда көретіндеріңіз полиэтилен пакет немесе экодорба. Әлеуметтік желінің бізге берер пайдасы қандай? Қоқыс ғасыр мәселесі. Армысыздар, ардақты ағайын, табиғатты аялы жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілерінің республикалық форумының облыстық кезеңі өткізілуде. Өздеріңіз білетіндей еліміздің өзекті мәселелерінің жалпы менің ұсыныстарыма келетін болса, өсімдіктердің өсуіне кері әсерін тигізіп отырған полиэтилен пакеттері бар. Әрбір қазақстанда жалпы есепке шаққанда 300-500 дана полиэтилен пакет қолданылады деген болса, бұл 50 литр мұнай болып есептеледі. Яғни қазақстандықтар мұнайды оңды солы шашады деген сөз. Жер бетінің 4-тен 3 бөлігін алып жатырған осы су полиэтилен пакеттерінің кесірінен қоқыс жәшіктеріне айналуда. Шегі мен шетіне көз жетпейтін мұхиттарда шашылған қоқыстар су тіршілігінің тағдырын қыл үстінде ұстап тұр. Менің сіздерге айтатын екінші ұсынысым осындай полиэтилен пакеттерге қарағанда экодорбаларды қолданғандарыңыз абзалырақ, өте тиімді әрі зиянсыз. Менің мақсатым қолымыздағы бар күшімізбен табиғатымызды аялау және де өзім ұсынған ұсыныстар мен идеяларды тарату. Арайлы, менің саған сұрағым, экологиялық мәселелердің алдын алу үшін не істеуіміз қажет? Менің ойымша, белгілі бір нүктелерге су қоймаларын салып, су тасқындарын алдын алуға болады. Және де бір рет пайдалануға арналған пластик бөтелкелерден көрі, шыны бөтелкелерді пайдалансақ, қайта өңдеуге де қолайлы болады деп ойлаймын. Қоқыс ғасыр мәселесі. Біздің Қазақстан қоқыс өңдеу бойынша Азия елдерінен де артта қалып. Оған мысал келтіретін болсақ, Өзбекстан тізім бойынша 30-шы орында, ал Қырғызстан болса 106-шы орында, ал біздің Қазақстанымыз 175-ші орында ойып тұрып орын алған болатын. Біз қай кезде дамыған елу елдің қатарына кіреміз, егер де біздің көрсеткішіміз дәл осындай дәрежені көрсетіп тұрған болса. Саламатсыз ба, мен сізге қояр сауалым, сіз үйіңізден шыққан қоқысты қайда тастайсыз? Қоқыс жәшігіне тастаймын. Үйімнен шыққан қоқысты мен сыртқа жерді қазып көміп тастаймын. Мусорный ящикке тастаймыз, свалкаға тастаймыз, арнайы орындарға тастаймыз. Қоқыстарды сұрыптайсыз ба? Сұрыптап, әрине сұрыптап, қоқыс жәшігіне тастаймын. Сосын өртеп жібереміз. Оның күлі қайда кетеді, ойламайсыз ба оны? Далаға тастаса тағылмайды. Сіз үйіңізден шыққан қоқысты қайда тастайсыз? Мен келін болып түскенде атам есіктің алдына жинатып қойған, есіктің алдымызға жинап, көктемде күзде шығарамыз. Кейін оны шығарғаннан кейін өртейсіздер ме, әлде қалай? Жоқ, өзін алып кететін адамдарға тиетіп, ақшасын беріп, өздері апаратын жерге төгеді, қоқыс тастайтын жерге. Рахмет. Азия даму банкінің зерттеуінше қазақстандықтар күніне 13 мың тонна, ал жылына 5 миллион тонна қоқыс шығарады. Ал бір адамның басына шаққанда олар жылына 370 келі қоқыс шығарады деп есептелінген болатын. 2024 жылы ауданымыздағы тұрғындардың саны 35.925-ке жеткен болатын, ал ол кісілердің шығарған қоқыстарының көлемі 13.295.250 келіге жуықтаған. Алдағы уақытта 5 жыл көлемінде ауданымыздағы халықтың саны 50 мыңға көбеюі мүмкін. Сол уақытта шығарылатын қоқыстардың көлемі 18.500.000 келі болады деп тұжырымдап отырмын. Қоқысты қайта өңдеу қоқысқа екінші өмір сыйлау болып есептелінеді. Осыған орай күнделікті қолданыста жүрген спрайттың пластикалық бөтелкесінен сырға мен басқа тағатын әдемі ободок жасадым. Біз бұл Instagram парақшасы арқылы мектебімізде сенбілік жұмыстармен бөлісіп отырамыз. Мектебімізде көктемге дайындық жұмыстары өткізіліп отырады. Оған дәлел мектебіміздің директоры Әбдиев Тархан ағайымыз жас түлектермен бірге мектеп ауласына ағаш отырғызған болатын. Дәл осы сында мектеп оқушылары экология фракция жетекшісі Марат Бейбарыспен бірге тазалық жұмыстарын жүргізуде. Тазалық сақтау өзіңе және де айналаңа құрметпен қарауда. Біз бір-бірімізге үлгі болуымыз керек. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні: таза болса табиғат, аман болар адамзат.